ЮНИСЕФ мәліметінше, әлемде 10 баланың 6-ы жақындары тарапынан жиі орын алатын дене жазалауына төзуге мәжбүр. Қазақстанда 2 мен 14 жас аралығындағы әрбір екінші бала отбасында зорлықпен тәртіпке салу шараларына тап болады. Еліміздегі ересектердің шамамен 75%, және бала құқығы саласындағы мамандардың 46% отбасында балаларды қадағалап отыру үшін дене жазалауын қолданып тәрбиелеуді өкінішке орай қолдап отыр. Мені әке-шешем солай тәрбиелеген. Мен де балаларымды осылай тәрбиелеймін. 3 жылда тұрмыстық зорлық-зомбылық деректері 2,5 есе артқан көрінеді. Алайда мұндай оқиғалар біздің өңірде де жоқ емес. Зерттеулер бойынша, психологтардың зерттеулер бойынша ең жиі жазаланатын жас бұл 1 жастан 4 жасқа дейінгі балалар, 80-90%-ға дейін. Және бұл сан азайып келіп, жасөспірім шақта 25-30%-ға тағы да көтеріледі. Және бұл статистикада тек қана бір ата-ананың көрсеткен жазалау әдісіндегі статистика. Сонда екінші әке болмаса шеше тағы кірісіп оны жазалайтын болса, сонда баланың қаншалықты қорғаусыз қалғанын көрсетеді. Бізде практикада өзінің туған әкесі баланы терезеден лақтырып жүрген кездер болды мысалға. Ол көбінесе алкогольді жағдайда сондай кездерде іс-әрекеттері болған болатын. Және де көп жағдайда біздің ата-аналарымыздың тәрбиесі кезінде олар қалай жасайды? Бала менің айтқанымды жасаса, яғни контроль арқылы, және әке-шешесінде өзінің бір балаға қарсы ожиданиясы болады. Мен баладан осындай әрекет жасағанын күтемін. Мен баланың осындай болғанын қалаймын деп. Бірақ ата-ана бұл кезде баланың жеке тұлға екенін ұмытады. Сонда ол кісінің қалауы, өмірлік тәжірибесі, өскен ортасы, ол кісінің әке-шешесі, ол кісінің бауырлары, жұмысы, мамандығы, яғни күйеуіменен қарым-қатынасы, сол кісінің таңдағаны барлығы бұл бөлек тарих, бөлек история, солай ғой. Сонда неге туылған баласы оған ұқсау керек? Неге сол ананың немесе сол әкенің тағдырын таңдау керек? Себебі бала өзінің қалауымен баланың өзінің тағдыры бар, солай ғой, әр адамның өзінің қалауы тағдыры болу керек. Осы себептен ата-аналарға айтылатын үлкен өтініш бұл баланы тұлға ретінде қабылдай білу, ол бала өзінен өзгеше бола білетінін түсіну, және де ол баланың өзінің құндылықтары, өмірге байланысты сенім нанымдары, сол достармен қарым-қатынасындағы тәжірибелері, әке-шесімен қарым-қатынасындағы тәжірибе, және де осы заманға сай бағыттар бойыншағы құндылықтар бола білетінін сену, соны былайынша айтқанда өзіне енгізуге көмектесу. Ата-ана осы жағынан бағыттап жетелей алады. Әрине ауыр балаларын көбінесе ойлайды, өскен кезде, ер жеткенде өскен кезде ұмытып кетеді, баланың есінде қалмайды деп, бірақ шыны керек болатын болса, балалардың бәрі есінде қалады, балалар оны біледі, және де олар оны көбінесе істеп атқан әкесі қателесті, немесе не болмаса басқа адамдар істеді деп ойламай, керісінше өздерінен кінә іздейді. Бір жерден қателесіп қойдым, немесе дұрыс іс-әрекет істемедім, көңілінен шықпадым деген сияқты өздерінен қателіктер істейді. Осылай тәрбиеленген балалар өзінің бауырлармен қарым-қатынастарында 4 есе ашушаң болып келеді. Және мектепте, қоғамда өзі жиі сондай ашушаңдығыменен, әрекеттерменен, тағы да басқа тараптан, мұғалім тарапынан, достар тарапынан ашу, агрессия қабылдайды өзіне қарсы. Бұндай балалар өскен кезде өмірге деген қанағат сезімі өте әлсіз болады. Депрессивті болады, болмаса ашушаң болады. Сонда кез келген стресс келген кезде баланың психикасы сол стресстен жұмсақ, оңай өтудің орнына сол стресспен күресу, болмаса бір қауқарсыз күйде жату, депрессияда болу деген сияқты өзінің кері әсерлерін алып келеді үлкен өмірде.
бірақ бұл әдетте ата-ананың өз-өзінің сезімменен күресе алмауы, өзінің үшін стресс жағдайында өз-өзін қолына ұстай алмауы, және де белгілі бір себептен қарым-қатынас, күйеумен қарым-қатынас, ене қарым-қатынасында балаға деген отыгрыш дейміз. Яғни балаға өзінің жағымсыз сезімдерін, өзінің мазасыздығын, өзінің жаңағы депрессиялық жағдайындағы ауыр сезімдерді балаға беру, яғни құтылу, баланы ұру арқылы, жазалау арқылы бір жағдайда. Екінші жағдайда баланы жазалап жатқан кезде ананың ойы бойынша сол жасап жатқан баланың ұнамаған әрекетін тоқтатамын деп ұрған кезде баланың агрессиясы басылады уақытша, және сол психика былай жұмыс жасайды ғой. Яғни сол көрсетілген жазаға қарсы ашу пайда болады. Солай ғой? Кез келген адам, біз өзіміз бір жерде жеңіліп қалсақ, таяқ жесек, болмаса бізді ұрса, бір себепсіз, болмаса несправедливо дейміз ғой, әділетсіз жасаған кезде бізде бірден көтерілетін сезім қандай? Ашу, өзіміздің шекарамызды қорғай алмағандықтан ыза көтеріледі. Сонда бала сол қайтадан ашуланады, ана қайтадан ұрады, бала қайтадан ашуланады. Былайша айтқанда порочный круг, бір шеңбер, замкнутый круг. Сонда баланы жазалап жатырмын, тәрбиелеп жатырмын деген нәрсе ол осы жерде жұмыс істемейді. Любой взрослый человек, действительно, как вы правы, может себя защитить, потому что он осознает, что он находится в зоне опасности. Ребенок никогда вот эти границы опасности оценить не может. Он не может даже оценить те риски, в которых он находится. Он может нечаянно упасть, удариться углом об стол, да, лишиться возможности дальше жить там, и так далее. Но взрослые это все могут оценить. Поэтому, когда мы говорим об ответственности взрослого по отношению к ребенку, мы понимаем, что взрослый должен и обязан нести ответственность за ребенка. Потому что это происходит не на уровне просто, да, каких-то знаний, а просто осмысления. И отсюда, когда ребенок находится в опасности, любой человек должен тоже сообщить и позвонить тоже на телефон 150, на службу 102, заявить о происходящем. Не бояться, что к нему потом будут какие-то претензии. Это дети. И не каждый ребенок может, еще раз я говорю, оценить, что он является жертвой жестокого обращения и насилия. Ну, в первую очередь, не нужно ждать, пока это будет происходить несколько раз, потому что тот самый раз, когда сосед услышал, что ребенок плачет и просит о помощи, может оказаться последним. Вот, поэтому нужно сразу же, я всегда рекомендую всем людям, которые оказались невольно свидетелями вот такого насилия, преступления, да, над детьми, сразу же звонить в полицию 102, вызывать полицию и написать заявление, что вот в такой-то квартире, или вообще я советую, как адвокат, сразу же зафиксировать это на видео. На видео, на аудио, на любые вот устройства, которые у вас имеются под рукой, чтобы потом доказать. Вот, потому что зачастую после того, как полиция приедет на место совершения преступления, вот, вызова, эти люди, ребенок может просто отрицать. Он боится, что потом его родители заберут, он останется один, или его, не дай бог, сдадут в детдом, и он окажется в еще хуже условиях. Поэтому дети в основном они терпят в отношении себя насилие. Ну, касательно жестокого обращения детей, у нас это уже закон о правах ребенка, он может, конечно, давать ориентиры, вот именно, да, что, то есть отсылки, да, на другие законы, это в частности Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, которые как раз-таки предусматривают административную или уголовную ответственность за противоправные вот действия в отношении детей. Если это причинение легкого вреда, то есть какие-то ушибы, синяки, да, не связанные с потерей детьми функций их органов или потери органа, да, то это является легким вредом. Ну, легкий вред может быть причинен в основном при ударе там, и при шлепке, или просто там, допустим,
взрослый человек, так как он физически сильнее, он может толкнуть ребенка, и в этот момент у него могут остаться ссадины, там, синяки, ушибы, и все это относится к легкому вреду. Легкий вред у нас регулируется Кодексом об административных правонарушениях, и за легкий вред, так же как побои, предусмотрена административная ответственность. Ну, административная ответственность, если данный именно побои или легкий вред причинен в ходе бытовой какой-то разборки, ну, допустим, родитель или какой-то другой член семьи побил ребенка или причинил ему легкий вред, то это уже является бытовым насилием, и за него предусмотрено предупреждение. В качестве вот на первый раз предупреждения, при повторном нарушении по данной статье, то уже предусматривается арест до 10 и 15 суток, в зависимости от того, это является побоями или был причинен легкий вред. Ну, жестокое обращение в отношении детей, к сожалению, никаким образом не отражается в законодательстве. У нас нет понятия такое насилие в отношении детей, нет признаков идентификационных. И самое главное, мы не можем определить по критериям, является ли ребенок жертвой жестокого обращения и насилия. В связи с этим мы видим то, что вся работа, которая строится в Казахстане, она строится на интуитивном уровне, специалистами, которые владеют навыками, умениями, знаниями, как это делать, и это делать. Но самих стандартов оказания услуг для жертв бытового насилия именно в отношении детей на сегодняшний день нет. И это печально, потому что Казахстан взял на себя обязательства, подписав конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и, соответственно, в отношении детей, подписал конвенцию о правах ребенка. Но, несмотря на все это, к сожалению, у нас нет четкого идентификационного понятия в самом законе. Хотелось бы также сказать, что на сегодняшний день, когда говорят о детях, что они стали жертвами жестокого обращения и насилия, лишаются возможности быть родителями люди, которые порой не согласны с этой точкой зрения. Да? И вот здесь вот опять-таки отсутствие законодательных норм позволяет манипулировать мнением и прибегать к каким-то, возможно, нарушающим права детей нормам, когда ребенка изымают из семьи. Поэтому нужно очень хорошо работать людям, которые работают в комиссиях по правам ребенка, в органах опеки, попечительства. Сейчас созданы подразделения в департаментах по контролю за образованием. Там есть люди, которые занимаются защитой прав детей и их интересов. И как раз-таки эти люди, они должны знать, по каким алгоритмам им работать, что им необходимо делать для того, чтобы защитить ребенка, который стал жертвой жестокого обращения и насилия. Но наша проблема заключается в том, что даже если полиция приедет и зафиксирует данный факт, но у нас в основном полиция не обладает вот этой вот эмпатией. Они это все сводят к какой-то как они называют, бытовуха. Они говорят, это бытовуха, что там каждый день такое происходит массово, и что мы должны реагировать все равно. И в основном второй родитель, они никогда не пишут заявление на другого родителя, чтобы возбудить там административное производство и довести это дело до суда. Даже если они напишут заявление, очень редко они доводят это до суда, чтобы суд прям вынес своим постановлением какое-то наказание, предусмотрел за это. Вот именно довести до назначения наказания судом очень редко какие родители соглашаются, поэтому это сложно. Былайша айтқанда ұрып тәрбиелеудің көмегі жоқ ешқандай. Бұл иллюзия. Бұл деген сіздің контроліңіз. Сіз баланы қандай қылдырып мындай бір коробкаға салып қойып, солай өмір сүргенін қалайсыз? Соншалықты сондай контроль жасағыңыз келсе, тура сондай әрекет жасайсыз. Жаңа айттық қой, бала сіздердің ожиданияларыңызды ақтауға туылмаған, баланың өзінің мақсаты, өмірлік жаңағы миссиясы бар.
егер де сіз өзіңізді жақсы комфортный сезіне алатын болсаңыз, өмірде жаңағыдай табысты болып, жаңағы еркін сезініп, бір бақытты сезініп жүрген болсаңыз, онда неге сіз балаларыңызды ұрып тәрбиелеуді әлі жалғастырып жатсыз? Дегенмен бір механизм жұмыс жасамайды. Дегенмен сізге берген тәрбие оншалықты сіз ойлағандай идеальный емес.